Көзін ашқан мәйіт. Мәйіт жуушы өз міндеттерінің басталуын кешіктіріп, барлығын күттіруде. Жерлеу жұма күнге торы келгендіктен, жерлеуге келген ер адамдарға әрбір уақыттың ғанимат екені үшін тездесуді айтты. Өйткені жұма намазына шықса, сауабы үлкен екенін, және де барлығы дуа етуін қалайтын еді. Сосын мен ақырын марқұмның қыздарына барып, тыныштық па? деп сұрадым. Анамның бір көзі жұмылмай қалыпты, деп жауап берді қызы. Сондықтан мәйіт жуушы әйел алтын сақина сорап жатыр. Мен қатты таң қалдым. Сонда бейшара қыз қызыл көзді жүзікті шешіп берді. Міне апа, алыңыз, енді анамның көзі жұмылады ма? сұрады ол. Осы кезде ғажайып уақиға орын алып, марқұмның екі көзі де ашылды. Көз алдымда марқұмның мазасыз көздерін көрдім. Анасы, қызым, саған не істелік еді? Неге бердің? Кедей, жесір болсаң, үш балаң болса, дегендей. Мәйіт жуушы әйел, ай қарағым, екінші көзі де ашылып кетті. Тағы да сақина сұрап жатыр, деді ұялмай. Бірдеңе айтайын деп едім, өзімді басып қалдым. Осы жерде сөз қозғасақ, Фируза мәйіт жуушы мен жүзікті таласты деген әңгіме шығатыны анық еді. Нәтижеде мәйіт жуушы кетіп қалса, қайтадан табу үшін көп жұмыс пен уақыт керек деп ойладым. Сосын бейшара қыз бір жерден біреуден $100 алып, апа, сақинаның орнына мына ақшаны алың, деді күбірленіп. Я қаншайым, бұл ақшаға сақина берер ме? Аз ғой, деді әшкөзденіп. Қыз жүгіріп барып ағасын тауып алып, тағы $100 әкелді. Сол кезде мәйіт жуушының беті ашылды, көңілі жайына түсіп, я, әне қазір көзі жұмылады, енді жууды бастаймыз деп, мәйітті жуа бастады. Құдайға шүкір, дер кезінде орындалып, ер адамдардың марқұм әйелдің соңына дейін әдемілесті. Мен нақты жерін, тіпті барған күнімді де есімде. Өйткені сол күнгі жағдай менің жүрегімде терең із қалдырды. Марқұмның есімі де есімде. Бұл жазған уақиға мен ешкімді ренжіту үшін емес, маған қатты әсер еткені үшін. Бейшара адал аналарымызға мұндай сараңдық тым ауыр болып кетпесін. Менің бір ғана өтінішім бар еді. Анасынан айрылған, баласына мұндай күнде бірдеңе күту күнә деп ойлаймын. Ар деген бар, иман деген бар. Білмеймін, кейде осындай жағдайларда дәл осы нәрселер жұмыс істемейді. Нәпсінің қасіреті соншалықты сол дәрежеге жетті ме? Үй иесі өзі үлкен жоғалту. Бала анасынан ажыралса да, бұл жерге де $1 араласса, жауабы бар күннен де қорқыңдар.